Біз армансыз адам жоқ әлемде өмір сүреміз. Түбінде барлығы бір деңгейге қол жеткізгісі келеді. Бір жақсы іс істегісі келеді. Айналаңызға қараңыз. Бұл жағдайда барлығы ұқсас, алайда бізді әртүрлі ететін ерекше зат бар. Бұл өз арманымызға сене алу қабілеті мен өзімізді сырт көзбен қарай алу мүмкіндігі. Ұқсас мақсаттары бар екі адам бар деп ойлаңыз. Олардың біреуі қалағанына қол жеткізеді, ал екіншісі жеткізе алмайды. Неге? Ол бұған лайық емес пе, ол армандамады ма? Бізді бір-бірімізден ерекше ететін не? Бұл біздің ішкі күйіміз. Өзімізді жаңа деңгейде елестету. Егер сіз өзіңізге сырттан қарай алсаңыз, егер сіз өз өміріңізді өзгерте алсаңыз, армандарыңызды жүзеге асыра алсаңыз, сіздің жағдайыңыз ерекше болады. Іскер әйелге қараңызшы, ол қалай сөйлейді? Телефонмен қалай сөйлеседі, қалай жүреді? Оның сыртқы тұрпаты ішкі күйін көрсетеді. Оптимистер қалай ойлайды? Егер олар пойызға кешіксе, келесі пойызға ерте келдік деп ойлайды. Іскер адамдардың ерекше қасиеті болады. Бұл өзіңді қажет деңгейде көре білу, өзіңді дәулетті сезіну, жеңімпаз ретінде сезіну. Шешім қабылдай алмау сәтсіздіктен де жаман. Ештеңе істемегеннен жасап көріп, қателескен жақсы. Қателіктер бізге тәжірибе мен білім береді. Ал батылсыздық қорқыныш пен күмән қалдырады. Бұл ережені шынымен түсіну, адамға өзіне өзі сенетін күш береді, жетістікке жол көрсетеді. Егер сіз ақшаға байсалды әрі сенімді қарай алмасаңыз, ақша аз ба, көп пе, маңызды емес, демек ешқашан бай бола алмайсыз. Егер сіз тіпті аз ақшадан қорықсаңыз, сіздің ешқашан көп ақшаңыз болмайды. Сондықтан тәжірибе жинаңыз. Өз мүмкіндігіңізді, мамандығыңызды ақшадан жоғары қойыңыз. Сол кезде ғана жетістікті тәуелсіз адам боласыз. Тәуелсіз адам деп кімді айтуға болатынын білесіз бе? Өзіне, досына, әйеліне, балаларына айтып, уәде берген затының барлығын орындай алатын адам. Егер сіз өміріңізді ертегіге айналдырам десеңіз, жасаңыз. Егер өз дарыныңызды дамытамын десеңіз, дамытыңыз. Қанша қиын болса да жұбайыңыздың ата-анасымен қарым-қатынасыңызды жақсартам десеңіз, орындаңыз. Егер балаларыңызға жақсы білім беремін десеңіз, беріңіз. Міне осы нағыз еркіндік пен тәуелсіздік. Менің ойымша, барлығымыз оған лайықпыз. Адамдардың көпшілігі бір нәрсені армандап, басқа зат істейді. Және уақыт өте келе қайтадан бастаған жеріне келеді. Егер сенің қазіргі істеп жүргенің сені байлыққа алып келмесе, демек таңдауды өзің жасадың. Сонда міне кедейлік тағдыр болады. Көп адамдар былай дейді. Менде идея көп, бірақ ақша жоқ. Мен өте ақылдымын. Өте дарындымын. Тіпті данышпанмын. Егер менде ақша болғанда көп іс жасар едім. Бірақ ақша жоқ, сол үшін де шарасызбын. Ақшасыз мен ештеңе істей алмаймын. Ол адамдарға былай десең, сен қимылда, жұмысты баста, сонда ақша өзі келеді десең. Олар былайша жауап береді, бастапқы қаржысыз не істеуге болады? Сен алдымен маған ақша бер, содан соң мен жұмыс жасаймын, ал ақшасыз ештеңе шықпайды. Ақша болмаса өз ісіңді жүргізу туралы армандаудың да қажеті жоқ. Мұндай адамдар бірдеңе істеу үшін, қол жеткізу үшін міндетті түрде ақша қажет екеніне сенімді. Және аз ақша емес. Алайда ауқатты адамдар туралы әлемдік тарих басқаша сыр шертеді. Сондықтан еңбек ету ғана сізді аңсаған армандарыңызға жеткізерін біліңіз.